негізі әрдайым шақырған кезде біреу болмасын айтам екен, не үшін біз ортаға шығу керекпіз, жұп емеспіз ғой деп айтама деп үміттенем. Бірақ ол үмітім ақталмай қалып жатыр. Неге жалпы ортадасыздар? Ана жерде де отырып сөйлесуге болатын еді, бірақ ыңғайсыз ғой енді. Бәрін қарап отырып сөйлескен жақсы ше. Сториста айтып жатсыз ғой, седаннан кроссовер деп. Сезім кроссоверге ашылды деп салып қойдым ғой енді. Машинаға деген сезім бөлек қой мен негізі. Содан кейін ғой кроссоверге деп салып қойғам ғой. Айтамын да, негізі адалынан басталмаған таныстық сезіледі екен сразу ше. Сразу аура сезілді да. Андай бір адал емес деген ше. Бізде таныстық болған жоқ, бізде қазір мына жақта ақталу болып отыр. Адалынан басталмаған таныстық болашақта адал болады деп ойлайсың ба неге? Иә, ұзаққа созыла ма? Енді оны уақыт көрсетеді. Мен қазір үзілді-кесілді адалынан бәрі былай басталып жатыр, мынау нәрсе болып жатыр деп жатқан жоқпын. Біз бұл жерде талқыланып жатырмыз. Галина менде сыртта сөйлесіп қосылдыңдар да, мысалы, неге сол адал емес жол таңдайсыңдар деп сұрақ қойып отырмын да. Жоқ, ол жақта екеуі сыртта кездесіп сөйлесу болмаған. Сәл-сәл дақтар бар дейсің ғой. Мен өзім нақтылап жіберейін сенің неңді, жаңағындай. Жігіттер негізі жүрекпен де көзбен де жақсы көре береміз ғой. Жиі айтатын нәрсе жаңағы әйелдік солидарность. Бексұлтан шығып бара жатыр мысалға. Сен жоқ, мен өз орнымда отырамын, осы жерден әңгіме айтамын деп айтпайсың ба? Галинаға деген менің сыйластығым бар деген сияқты орынды болатын еді. Солай айтушы едім, егер де Галина жақтан маған деген сыйластық болғанда. Бексұлтанның көзі маған түсті. Сразу оған жауап бермедім, бір арада уақыт өтсін, мен шынайы ма, жалпы бар ма менде сезім деген сияқты сұрақтар болды да шынде. Галина өзі қылмындап, өздері сыртта кездесіп, жаңағыдай Бекішпен менің ортама Галина түсіп тұр ғой. Мен олардың орталарына түскен жоқпын. Галина кінәлі болып қалып тұр ма сонда? 2 жастың ортасына түсті дейтіндей мен түскен жоқпын. Майра, пожалуйста, успокойся, ты в данный момент просто бір массовка сияқты болыпсың. Кішкене сторисы бар ғой, седаннан кроссоверге дейді. Бекші, сен бізді ақымақ көресің ба? Өзің сияқты жұрттың бәрін ақымақ көрмеш, өтініш. Мен сендерге ешкім ақымақсыңдар деп отқан жоқ енді. Бір оқпен 2 қоянды атқыңыз келді ғой. Жоқ, бірақ ертең Галина келеді бұйыртса. Сол кезде 2 кеменің басын ұстап суға кетіп қалып жүрмеңізші. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіртіп айтады, кәдімгідей саған тікесін айтып келіп тұр. Сенің өзіңнің керемет өлең бар, адалға жаным, адалмын мен де деген. Қайда қалып? Анамдай келін болсам, ағаңдай қамқор боламын деп айтып отқан жігіттің тірлігі мынау. Сенің мына құйтырқы әрекеттерің Галинаның көз жасы. Сен негізі бұл жерде нағыз опасыз жасап отырсың, Дәл қазір сенде седан да жоқ, кроссовер да жоқ, жалғыз өзің отырсың ғой. Седан да жоқ, кроссовер да жоқ дейсің ба? Майра, мен бар ғой. Біріншіден, екінші қазір айта кетейін, енді досым айтып жатыр ғой. Бимен басталды, әзілдесіп мен өзім тарапымнан. Одан кейін біз дуэтова әзілдесіп жүргеніміз ортаға шығарды. Дұрыс қой, ода тұрған ештеңе жоқ. Айтпасаң тағы кінәлісің, айтсаң тағы кінәлісің. Тіке айтайын, сенің кінәң қызың бола тұра басқа қызбен сөйлескен ғой. Ол ладно, өзің айтасың да, менің талаптарымда өнер адам болмаса екен деп ше. Өнер адамның қандай іс-әрекетке баратынын дәлелдеп отқан жоқсың ба? Бәрімізге топырақ шашпай, енді мен сияқты да болатын шығар, енді басында ұнаттым дедім. Дұрыс қой. Басында әзілдесіп оттым, одан кейін айттым. Жігіт адам, басында дуэтова Галинамен таныспай тұрып көзім түсті. Сонда сен қазір Майраның сөзіне қосылып отырсың ба? Майра емес, Галина екеуінің орталарына түскен, Галина екеуінің орталарына түскен болып тұр ма сонда? Бұл жерде кінәнің бәрі менен. Сонда сіз Айтолқынға өтіргандай болып жүрдіңіз, сонда Майра, Галина не болып кетті? Бірақ Айтолқынның тарапынан қызығушылық болды ғой сізде? Жоқ. Кездесуге бірден бір барған адамдардың бірі менмін ғой, Айтолқынмен. Неге сен соны сол кезде айтпадың? Көрдім ғой, естідім ғой. Сен көрдің, не естідің? Енді Бекіштің тарапынан бір сөздер болды, Айтолқынға қызығушылық, Айтолқын жалғыз өзін кездесуге шақырғандар болды, сіздің тарапыңыздан өтірік соқпаңыз. Бәріміздің көзімізді бақырайтып қойып, мен басында Майраға сезім болған деп өтірік алдаватсыз. Диана, сен неге сол кезде шынымен де қасында Айтолқын подругаң болып отырған үшін үндемей қалдың ба, осы тақырыптың барлығын ашпай? Сол кезде айту керек едің ғой сен. Қазір қасында Айтолқын жоқ, барлығын айта беруге болады да? Құрбым болғаннан кейін айтқым келмеді, бірақ көп Мен бірақ сендерге сұрақ қойдым ғой. Өтірік алдадыңдар. Менің үп-үлкен көзімді бақырайтып қойып, көп тарап Бексұлтанның тарапынан болғаннан кейін Айтолқын тарапында ештеңе болған жоқ. Кездесуге де шақырған Бексұлтан болған. Мен саған қалай сене аламын? Бексұлтанға қалай сене аламын? 4-ші адам кім болды сіздердің кездесулеріңізде? Адам болып кездесуге шықтыңыздар ғой менің есімде. Нұрлан, мен Айтолқын, Сен неге үндемей қалдың? Жоқ, Камила ханым, сезімдері бар тұғын мүлдем білмеймін. Мынандай дүние жеке кездесу шақырдым деп айтпа, біріншіден. Екіншіден бұл теманы мен Камила ханым қозғаған. Білесіз ғой. Ана сол кезде сөйледі. Видеозвонокпен хабарласып, киноға барамыз ба? Айтолқын жеке шақырдыңыз өйткені. Мен группаға жаздым. Қатысушылар киноға барамыз деген. Просто мынандай дүние Айтолқын кет қалғаннан кейін қазір саған айтып жатыр ау деймін, қозғап жіберші осы теманы деп ше. Басында қозғауым керек еді. Потому что Айтолқын сіздің бетіңізді қайтарып тастады. Бұрмаламаш, басында келдім қатысушы болып, шай іштік, дұрыс қой. Мен давай бұрмаламай, Құдай бар деп сөйлесейікші. Меніңше бұрмалап отқан сенсің. Себебі осы жерде мысалы Айтолқын екеуі әңгімелерін талқыланды ғой. Сол кезде біз барлығымыз сен қызығушылығың бар сияқты деген әңгімелерді айттық. Дұрыс. Айтса сен Айтолқынды киноға шақырасың, Айтолқын сенің бетіңді қайтарады. Галинаны шақырасың, Галина я деп айтады. Барып сенің таңдауың Галина ма? Осы Диананың өзінің сценарийі.
Бұл жерде әзілдесетінім бар, любоймен де қазір де әзілдесіп сөйлеймін. Бір жоқ адамды қозғамай ақ қойыңдаршы, Айтолқынды, пожалуйста. Сұлтан, сен қазір шыр-шыр етіп кім үшін ақталып отырсың? Майраның алдыңда ақталу керек болып жатыр ма? Майраның алдында ақталу керек болды, иә. Потому что маған Айтолқында қызық емес. Алина ертең келеді, сол кезде сөйлесеміз. Онда Майраға дейін Айтолқынмен белгілі бір әңгімелерің болып жатса, онда Айтолқын екеуінің орталарыңа Майра түскен болып тұр ғой, иә? Иә. Қашан? Басында бар деп айттым ғой, басында бар. Мен көзқарас Бексұлтан, біздің бәрімізді жынды қылып кететін болды. Біздің шатасып қалып отырмын, не болып жатқанынан. Камила ханым, Симпатия ғой. Жоқ, сезім бөлек, симпатия бөлек қой. Симпатия дегенде белгілі бір сезім ғой енді, сезім. Білмеймін енді, Камила ханым, сіз үшін сезім шығар. сұрақ қоямын. Енді ұл мен қыз екеуі бірге жүріп жүр, енді күшті ғой, иә? Сатқындық деген не? Оны кешіруге бола ма негізі, Бекіш? Сатқындықты ма? Иә. Сатқындық деген не деген сұраққа жауап берші. Сатқындық деген өзі айтып тұр ғой енді аты сатқындық деп. Нұрланның сұрағы ұнамай отырса, онда мен жүргізуші ретінде қояйын саған, иә? Сатқындық деген не? Қазір маған сол сөзге жауабың керек болып тұр. Сатқындық деген не? Не ол сатқындық деген? Ара қатынастағы сатқындық Жоқ, туралы айтып жатыр. адамда Бірінші класс адам оқушы саған сатасың. сұрақ қойды. Кім қалай ойлайды, солай сатасың деген сияқты ғой. Сенің Галинаға жасағаның сатқындық соны емес пе айтса қазір? сен Галинаға жасаған Қояқшы, сатқындық па Бексұлтанның Галинаға жасағаны? Менің Галинаға жасағаным сатқындық емес. А Бексұлтанның жасағаны? Тоже сатқындық емес ол да. Өмірге деген көзқарастарың базар